Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым қазақ арнасы. Бүгін біз Майнкрафттан выживанияның екінші бөлімін түсіретін боламыз. Сіздерге 28 подписчик үшін үлкен рахмет. Біз выживания ойнауды, Майнкрафт ойын ойнауды жалғастыратын боламыз. Достар, мен сіздер көрмегенде 48 железо таптым, яғни айта кететін болсақ. Бірақ ол жайлы кейінірек айтам. Міне, біз әзірге бауға овай тұрайық. Үш сағат алсақ меніңше жеткілікті секілді, өйткені бұл жақтан көп нәрсе шыға бермейді. Көп нәрсе шыққанда да өте көп күту керек болады, ал мен сіздерді көп күттіргім келіп тұрған жоқ. Мен көріп тұрғандарыңыздай 16-шы уровендемін. Алдыңғы көргенімде мен 13-ші ма 12-ші ма уровенде болдым, иә. Мына ағаш аяқ киім шықтым. Жақсы. Балықтардан басқа да элементтер шықса, бұл жақсы. Достар, видео қатып көрініп жатса, сіздерден кешірім сұраймын. Өзі видеоды сөйтіп дұрыс жазылмапты. Міне 32 золото қалдырдым, 16 золото деппін ғой, железо қалдырдым, 16 железоны құртып тастадым. Мына сундук не деп атсаңыздар, ол інілерімнің сундуғы. Мына ферма, менің фермам. Көк қой, ақ қой. Аяқта жұмыртқа бар екен. Кассор жаратын боламын, жұмыртқа тауып тастайық. Достар, мен затым толып қалған сияқты. Қазір мына жерден шығамыз. Мынау үйде сол інілерімнің соққы бір үйлері. Менің үйім өзім бай болғанмен қарапайым көрінеді. Менің үйтіп үй соғуға уақытым жоқ. Қазір ұйықтайық біз. Достар, Майнкрафттың версиясы менде кішкене лагать етеді. Міне мына жақта көріп тұрғандарыңыздай, ең төбедегі қарап тұрғандарыңыздай, бұл бета версия. Ал жақында мен оның про версиясын тартатын болам. Біз тағы да бауға болып келейік. Заттарын жатыр екен ғой, мен оларды өзіме алындыма деп атсам. Қазір заттарымызды тастап келейік, содан кейін алармыз оларды. Достар, мен сіздер білмейтін 3 сағат деген видеода сіздерге бункер жасап көрсетем деген болатынмын. Қалай жазып көрсетем деген. Бірақ мен оны выживания ойнап жатқанда көрсетпеймін. Мен оны басқа тақырыпта болған жағдайда көрсетем.
Наяқ болса екен, бізге үшін мотыга керек. Біз ана сиырды өзімізге бағындырбау үшін бір мынаны бұзып аламыз да, сөйтіп өзімізге пішен жасап аламыз. Және сиыр бізге қарай ұмтылатын болады. Міне, жүр сиырым жүре ғой. Сөйтіп өйстіп аудап өзіміздің фермамызға түсіріп аламыз. Так, железный алмасақ, олар фермадан шығып кетуі мүмкін. Басқа нәрсеге алмастырып алмасақ. Қазір мына жақта қысылып қалдық. Тауықты өлтіреміз де өзіміз шығып кетеміз. Достар, меніңше Майнкрафтта алмас табу деген қиынның қиыны сияқты. Өйткені біз басқа інілермен сетевой ойнаған кезде біз алмас табамыз деп жерді түбіне шейін, ең соңғы бөлігіне шейін қаздық. Сөйтіп, бірақ біздің тапқанымыз небәрі редстоун, лазурит, сосын железоған таптық, тіпті золото да табылмадық. Изумруд таптық, бірақ каменный киркамен алынбағандықтан біз изумруд табылмадық. Әйтпесе біз, яғни мен ең бай адам болатын едім солардың арасында. Заттарымызды босатып алдық. Енді біз мотыгамен жоқ болған пішендердің орнын толтыруымыз керек. Міне ектік. Енді мынау ферма сол баяғы жұмыртқаларды алып жарып көреміз. Қазір. Достар, мен 32 железаны қайдан алдым десеңіздер, мен сіздерге алдыңғы бөлімде шақты көрсеттім. Сода железо табам деп бір песок тұрған, соны бұздым да ловушкаға түсіп қалдым. Сөйтіп әйтеуір ловушкадан шығам деп мына жерден шықтым мен. Қазір сояқта аман қалуым керек болып, мен железаларды елемедім, бірақ қайтып түсіп олардың бәрін жинап алдым. Осы жақта мен 48 железа таптым бақандай. Мына жақта уголь. Міне осындай жасырын жақта, бұл жақтаға толық аралап келесі видеоларда көрсетем. Ал қазір біз шығайық. Достар, сіздермен болған қарапайым қазақ арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетейік. Сонымен сау болыңыздар.